Біз, короче, Айшаға чешки алуға келетірміз. Бізде мынандай торговый дом бар. Привет, Айша. Привет. Вот. Қазір аламыз. Бай. Здравствуйте. Чешки мына жақта шығар. Короче, осындай торговый дом. Мындамын мен. Жоғалталдым ба мені? Вот. Міне, қараш чешки барды. Қай чешки келеді саған? Ақ керек, чисто ақ керек. На 34, 33-де. Міне, киіп көш осыны. Неше? Аяғын шеш, 33. Мен 33 ба? Иә, 33. 33. Иә. 33. Вот, осындай түрмен, короче, кеп қалдық біз. Қазір келем екен чешкин. Қайда? Міне орындық, міне отырып. Мына жерде мынандай айна бар міне. В общем, қазір чешки аламыз, сосын тағы бір жерге соғамыз. И Ертең бейма ауыз ашуға үлгеру керек. А? Ертең бейма? Ертең, иә. Ертең билейсіңдер ғой? Көрші келем екен андағы саған. Үлкен ба? Көр. Мына жерге сыймайды. Қане. Симай нес? Үлкен ғой, наоборот саған. Бір размер үлкен ба? Енді 32-сін іздеп көрейік. 32? Ой, 33 па андағы? 33. 32 керек. 33. Мынау неше? 34. 34. Өзінің чешкеңді жоғалттың. А, мына жерде басқа чешки жоқ. Чешки жоқ мына жерде. Не істейміз, қайда барамыз енді? Бақыт жақта тоже чешки толып тұрады ғой. Короче, придется бізге базар жақтан көрейікші, может базар жақтан тауып қаламыз. Ақ керек, иә саған? Кейде қара болады. Вообще кеттік біз базар жаққа. Енді біз, короче, базарға баратырмыз. Мына жақта тұрмайды бағана. Қағанда. Бізде базар аны жақта. Чешки тапсақ, таптық, таппасақ, короче, білмейм не болады. Мәске мен жүрем. Олай, осындай жерде мен тұрамын. Осындай ауданда тұрамыз. Біз подаркамызды алып алдық. Ертең бастықтың, короче, подаркасы. Менде чешки бар. Сен мына кісіге чешки алдық. Енді біз, короче, үйге бара жатырмыз. Солай. Мына жақ бізде базар. Қазір Біз үлгермедік көрсетіп. Иә, біз үлгермедік көрсетіп, да? Иә. Біз енді кетіп бара жатырмыз, короче. В общем, біз барлығын алып келіп үйге келдік. Ауыз ашу жатыр, осындай тамақ ала салдым бағана столовыйдан. И мынандай печень ала салдым. Құрманмен суымды ішіп жатырмын, күштілеп тұрып. Бірақ уже шаршап қалдым, осы бір стакан іштім. Шаршап қалдым үшін. Нұрай келді ауылдан. Сонымен отырмыз. Бізде сахнаға дайындық. Осындай образдағы маманың рөлін ойнаймын. Солай, күштіп тұрмын ба? Өзіме жарасып тұр. В общем, бір гештальт жабылайын тұр. Бізде бұл жерде 8 наурыз басталып кетті. Мынау бізде негізі дайындық бөлімін көрсете салайын дедім. Сіздерге дайындалып жатыр. Және жаңағы мен образым алдында болу керек еді, бірақ мен ауыстырғым деп тұрған жоқ. Солай бола берсін. Сонымен концерт болып жатқан кезде мен бір музыканы тыңдап, бір ұл бала өлең айтқан кезде прям андай жүрегім ауырып кетті, елжіреп. И мынандай ой келді маған.
қандай күшті дауыс. Және өлең ана туралы болғаннан кейін анаға деген баланың махаббаты сезіліп тұрды. Және мен жылағым келіп, мен әзер отырдым. Жас прям көріп тұрсаңыздар, көзімде толып тұрды. Прям бірақ шығарғым келмеді. Өз-өзім ұстап тұрдым. Негізі еңіреп жылап алуға да болатын еді. Ойлап қоямын, неге сол кезде еңіреп жылап алмадым деп. Бірақ өкінішке орай жылай алмадым. Одан кейінгі мен бірінші рет өзімнің гештальтымды жаптым да десем де болады. Мен негізі сахнаға көрініске никогда шықпаған адаммын, мүлде шығып көрмеген адаммын. Бірақ негізі ол дұрыс емес, барлығын көру керек. Сондықтан мен өмірімде бұл дебют болды. Негізі бұл бірінші менің сахнам емес, бірақ бірінші сахнада ол кезде сөйлеген сөзім вообще болған жоқ, жай би ғана болды да. Мұнда кәдімгідей көрініске қатысып сөз сөйлегенім бірінші рет болды. Маған мереке қатты ұнады, өзімнің ойнап шыққаным қатты ұнады. 8 наурыз аналар күніне, халықаралық әйелдер күніне бізде мереке осылай өтті. Ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.